Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Қантымызды 3 бөлікке бөле отыра қосып, аппақ масса болғанша жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қосып, тағы да 1-2 секунд араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға електен өткізілген ұн, қопсытқыш какаоымызды араластырып алып, осы массамызға 3 бөлікке бөле отыра қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Міне біздің массамыз осылай болуы тиіс. Енді оны пісіруге арналған формамызға салып, 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Және де мен пропитка жасадым, бірақ пропитка жасау міндетті емес. Пропитка жасасаңыздар, пирогтарыңыз одан сайын дәмді әрі сулы болады. Бетіне ганашымызды құямыз. Міне осымен біздің шоколадты пирогымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мен 26 диаметрлік формаға жасағандықтан менің пирогым аласа болып шықты. Сіздер 18-20 диаметрлік формаға жасасаңыздар, пирогтарыңыз биік болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.